Selam dostlar, biz seyahatimizi başladık. Arkada деген bagaj. Verlassen in die Straße, nähere Landesstraße. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. In 200 Metern links abbiegen in die Straße via Korčula. Мінекей отельге келдік. Қазір бір жерге барып тамақтану керек болып тұр. Осы виллада орналастық. Біз саяхатымыз кезінде осындай академия террасасы бар. Үлкен жаңағы қонақ үй емес. Мен видео түсірем деген кезде мінекей жұмысшылар да пайда болды. Мінекей достар, біз қазір Италиядамыз. Осындай кішкентай көшелері бар. Қазір кеш батты. Біз Бордигера қаласындамыз. Негізі Италияда жиі саяхат жасаймыз, ал жаңағы пандемияға байланысты біраз 2 жылдай Италияға келген жоқпыз. Енді міне қайтадан келдік. Бұл Италия мен Францияның шекарасында жатқан қала. Кейін сіздерге теңізді де көрсетемін. Мінекей достар, теңізге де келдік. Теңіздің жағалауына. Где ты и я, есть лишь море, и это небо, высота. Мына жерде жаңағы тиінді лақтырып
Көріп тұрсыздар ма, тиынды лақтырып тілек тілеуге болады. Және ол тілектер міндетті түрде орындалады. Мінекей достар, біраз көлеңкеде демалып алайық деп. Күн деген ыстық. Бүгін кофеді ішіп, енді теңіздің жағалауынан жоғары қарай қалаға бара жатырмыз. Біз деп сөйлейтін себебім мен және менің жолдасым. Мінекей. Теңізге деген жоғарыдан көрініс. Бордигера қаласы. Ал біздің саяхатымыз жалғасып жатыр. Енді біз Монакоға барып келейік деген оймен жолға шықтық. Достар, бұл менің саяхаттан қысқаша видео репортажым. Назарларыңызға көп рахмет. Келесіде кездескенше сау болыңдар. Сәлем достар, біз саяхатымызды бастадық. Артта деген багаж. An der zweiten Ausfahrt verlassen. In 200 Metern links abbiegen in die Straße via Korčula. Мінекей отельге келдік. Қазір бір жерге барып тамақтану керек болып тұр. Осы виллада орналастық. Біз саяхатымыз кезінде осындай академия террасасы бар. Үлкен жаңағы қонақ үй емес. Мен видео түсірем деген кезде мінекей жұмысшылар да пайда болды. Dostlar, biz қазір Италиядамыз. Осындай кішкентай көшелері бар.
кеш батты. Біз Бордигера қаласындамыз. Негізі Италияда жиі саяхат жасаймыз, ал жаңағы пандемияға байланысты біраз 2 жылдай ма Италияға келген жоқпыз. Енді міне қайтадан келдік. Бұл Италия мен Францияның шекарасында жатқан қала. Кейін сіздерге теңізді де көрсетемін. Мінекей достар, теңізге де келдік. Теңіздің жағалауына. В мире, где ты и я, есть лишь море, и это небо, высота. Мына жерде жаңағы тиінді лақтырып, көріп тұрсыздар ма, тиінді лақтырып тілек тілеуге болады. Және ол тілектер міндетті түрде орындалады. Мінекей достар, біраз көлеңкеде демалып алайық деп. Күн деген ыстық. Бүгін кофеді ішіп, енді теңіздің жағалауынан жоғары қарай қалаға бара жатырмыз. Біз деп сөйлейтін себебім мен және менің жолдасым. Мінекей. Теңізге деген жоғарыдан көрініс. Бордигера қаласы. Ал біздің саяхатымыз жалғасып жатыр. Енді біз Монакоға барып келейік деген оймен жолға шықтық. Достар, бұл менің саяхаттан қысқаша видео репортажым. Назарларыңызға көп рахмет. Келесіде кездескенше сау болыңдар.